Сәлем достар, бүгін біз осындай тәтті вергун дайындаймыз. Керек ингредиенттер видеоның описаниясына толық жазылған. Бір жұмыртқа, қант, тұз, сода. Барлығын жақсылап араластырамыз. Айран құямыз. Еріген сары майды құямыз. Араластырып, електен өткізілген ұнды саламыз. Жұмсақ қамыр елейміз. Менің каналыма подписаться батырмасын басып, видеоларымды жібермей көріңіз. Жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр жұмсақ, тегіс және қолыңызға сәл жабысқақ болу керек. Қамыр 20 минуттай демалсын. Дастарханға ұн сеуіп, қамырдың қалыңдығы 3-2 мм етіп жаямыз. Жайылған қамырды енді 4 см жолақтарға кесеміз. Содан кейін жолақтарды диагональ бойынша кесеміз. Бізде ромб фигуралары шығу керек. Әр ромбтың ортасынан тілеміз. Тілінген жерінен қамырдың бір шетін қайырамыз. Бізде осындай вергунның формасы дайын болды. Табамызға сұйық май құямыз. Оған вергунды салғанда ол батып тұру керек. Қызған майға вергунды салып, екі жағынан қызарғанша қуырамыз. Артық майы кету үшін дайын вергундарды қағаз сүлгіге салып қоямыз. Үстінен қант ұнтағын жақсылап себеміз. Жұмсақ, қытырлақ, әрі тәтті вергундар дайын болды. Міндетті түрде менің рецебім бойынша осы тағамды дайындап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушанды басып, тағы да басқа видеоларымды жібермей көріңіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.